Men әдептімін. Мен намысшылмын. Мен мейірімдімін. Мен әділмін. Мен өнерпазбын. Мен әдептімін. Ал балалар, сендердің әрқайсының қолдарында әртүрлі түстер, сөздер берілген, иә? Адамның қасиеттері, жақсы және жаман қасиеттері берілген. Сол түстерге қарай, қызыл түстерін мына жерге, жасыл түстерін мына жерге, көк түстерін мына жаққа отыра қоямыз, қане. Енді сендердің қолдарындағы адамның қасиеттері кейбірі жақсы қасиет, кейбірі жағымсыз қасиеттер, иә? Жақсы, мына бала бізден көмек сұрап кетті. Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен дейді. Ол қандай қасиет жақсы, қандай қасиет жаман? Нені үйрену керек, неден жирену керек білмейді тұр екен. Көмектесеміз бе? Иә. Жақсы. Онда қазір қолдарындағы қасиеттерді кімде жақсы қасиет, жақсыдан үйрен деген жаққа жапсырамыз. Кімде жаман қасиет, жаманнан жирен деген жаққа жапсырамыз. Жақсыдан үйрен. Енді жаңа біз айтып жатырмыз ғой, адал деп, иә? Адалдық дегеніміз ол біз айттық, ешкімді сатпайтын, нақты дұрыс шешім қабылдайтын адамды айтамыз деп. Ерте кезде кімдер бізде адал шешім айтқан? Кімдерді біз адал деп өзімізге үлгі етіп ала аламыз? Тағы да өте жақсы, тағы кімдер? Одан да бұрын кімдер бізде нақты адал шешім айтатын, әділ шешім айтатын кімдер болды бізде? Айкүн орнынан тұрып айта қойшы, кімдер? Би шешендер болған, иә? Қандай би шешендерді білеміз? Төле би, Қазыбек би. Өте жақсы балалар, бізде қазақтың билері, иә? Жаңағы сендер айтқан Төле би, Қаз дауысты Қазыбек би және Әйтеке би. Бұл қазақтың үш жүзінің өте қара суды қақ жаратын, әділ шешім қабылдайтын билер болған ерте кезде. Ал қазіргі кезде бізде билердің орнында кімдер қазір бізде әділ шешім қабылдайтын кімдер? Қазір мысалы әділетсіздік болып жатқан жерге оны нақты әділ шешімін шығаратын кімдер? Сот, дұрыс айтасыңдар. Сот, қазір бізде сот болады, иә? Сотшы деген бізде әділ шешім айтады. Қазақтың билерінің әділ шешімдерін біздің бүгінгі күнге дейін 30 жыл болды. Бізде Қазақстан өзінің тәуелсіздігін алғалы. Биыл бізде тәуелсіздігімізге неше жыл? 30 жыл. Енді осы 30 жылдың ішінде біздің елімізде қазір әділ шешім қабылдайтын адал адамдар бар ма? Бар. Олар сендер адалсыңдар ма? Иә. Адалсыңдар. Сендер адал елдің ұрпағысыңдар. Солай.
өте жақсы. Рахмет, отыра қойыңдар. Тақтайын. Адалдық жүрген жерде адам көреді. Ең соңында балалар Жамбыл Жабаевтың мына сөзін бәріміз топпен айтайық. Барлығымыз. Шешен кісі сөз